Тагир болса да сол бір бросогына барлығы ұшқанбыз, бәріміз ұшқанбыз ол бросокқа. Келе сап бізде ұштық. Ол бросок қанша жерден білсең де Азаттың өзінің коронкасы. Сол болевойларына ыңғайлы келіп, соған алып келетін болса, Азат, иә, досрочно айда бітіреді деп сенемін. Иә, Октагон лигасының чемпионы десек те болады сізді. WAA Warriors'тың жауынгері. Қазір енді Азат Максуммен спарринг партнер болып, оның ответственный жекпе-жегінде сіз деп айтсақ болады. Енді Азат Максумның дайындығы жайлы айтсақ, қаншалықты дайын, сырт жақтан сізге жақсы көрінетін шығар, физикалық тұрғыда, психологиялық тұрғыда? Азат, бұл біз Дубайға келген кезде Азат Америкада болған. Америкадан келгенде тікелей. Америкада 1,5 айдай уақыттай дайындық сол жақта өткізді. Оның алдында бізде Қазақстанда болды. Дайындықтардың барлығы жақсы. Дубайға біз бір 20 күн алдын келдік, 15-20 күн алдын. Өйткені ауа райына үйрену керек. Сондықтан да осында 20 күн болды уже жүргенімізге. Жақсы барлығы. Дайындығым барлығы. Мет қазір салмақ қуды. Кішкене бар. Алла қаласа 20 күні таңда салмақ өтеміз. Ал Азат Максумның толық жекпе-жегін және тікелей эфирге сілтемесін тек біздің Telegram арнамыздан көре аласыздар. Сілтемесі осы бейненің төменгі жағында. Барлық ақпараттар бірінші болып біздің Telegram арнаға шығады. Сондықтан тіркелуді ұмытпаңыздар. Әрі қарай жалғастырамыз. Керемет. Американ топ тимнан сол келіп, Америкадан келгеннен кейін өзгеріс қатты байқалды ма? Сіз үйренген нәрселер болды ма екен оның дайындығынан? Иә, каждый раз барған кезде Бекзат болса да, Азат болса да, ол жақтан бір нәрсе үйреніп, енді адам жалпы спортшылардың бәрі құрдан-құр бармайды ғой, шетелге сборға расход жасап, барғаннан кейін ол жақты жақсылап жасап, үлкен дайындықпен келеді мұнда, өздерін білмегендерін үйреніп, мұнда келгесін бізге де көрсетеді, Бекзат болса да, Азат болса да, өздерін білгендерін бізге үйретеді, үйреніп келгендерін, ал командалық жұмыс болған екен. Иә, байқалады. Өзінің бір ерекшеліктері бар. Күрес жақтан да, стойка жақтан да барлығы дамыған, иә? Иә, барлығы күресі болсын стойка. Керемет. Күресі жақсы, бұрыннан жақсы ғой. Америкада қызық болған оқиғаларын айтты ма екен? Пория, Гамротпен, Пантожамен болған бір оқиғалар бар ма екен? Америкада, иә, Азат өзінің салмағында чемпион, қазір Пантожа 57-те поясын уже түрет қорғап тастады, өте опытный боец. Пантожа спарринг өткізгендерін айтып берді. Ол жақта сосын 57-те Киоджи бар, Тагир Уламбековтың сопернигі. Онымен жасағанын айтты. Жалпы, иә, Америка топ тимде өте спарринг партнерлар 57-61-ге көп те. Ыңғайлы. Барлығымен жасауға болады. Соның барлығын айтты, иә, оқиғалар көп. Спортивный оқиғалар, оның өзара. Мақұл, хорошо. Бірінші рет Триумф файтқа келген кезде Азатпен күрескен едім деген едіңіз. Барған күні мен Азатпен күрескем. И сол кездегі Азатпен әзіргі Азат жер мен көктей десе бола ма екен күрес жағынан? Иә, бірінші рет келген кезде, иә, Триумф файтқа Азатпен күрескем. Азаттың қанша күрестің шебері болған, Тагир болса да сол бір бросогына барлығы ұшқанбыз, бәріміз ұшқанбыз ол бросокқа. Келе сап бізде ұштық. Ол бросок қанша жерден білсең де Азаттың өзінің коронкасы. Тамамыз сразу түсіп қалады. Енді Азат екеуміз 2019-дан, даже 2018-дің аяғынан бастап бірге жасаған екен, қазір бір-бірімізді жаттап қалғанбыз да. Табағанымыз бірімізге андай травма ештеңе бермейтін де. Сондықтан андай қазір Азат мұнда келді Дубайға, чисто салмақ қуып жатыр, диетамен екеуміздің салмағымызда разница бар, сондықтан екеуміз беріп салмаймыз. Мен оған чисто көмектесуге келдім. Мен де соңғы этаптарда салмақ қуып жатқан процесте адамда кальций азаяды. Сондықтан да қазір кішкене
бір мелкий травманың өзі үлкен Иә. нәрсеге алып соғады да. Сондықтан да қазір ең басты мұнда келген задачам, тапсырмам Азатқа көмектесу, бірақ ешқандай травма, ешқандай не бермеу ғой. Түсінікті. Оған қоса фитнес жағынан Мұхаммедин да бар, иә? Фитнестен, иә, Мұхаммедин да осында. Азат өзі Қазақстанда жүрген кезде де Мұхаммединмен жұмыс жасайды, сонымен дайындалады. Қазір осында кроссфит саласымен, силовой тренировкаларын бәрі Мұхаммедин қояды. Азаттың осы жолы диетасын Мұхаммедин қарап отыр. Түсінікті. Так, енді геймплан жайлы айтсақ, Рапосоға қарсы примерно қандай геймплан сіздерде? Өзі күресетін жігітке ұқсап тұр ол? Жоқ, күресетін жігітке ұқсағанмен негізі стойкың баласы. Негізі одан. Иә, біздің қазір геймпландар көп. Бір енді варианттар, А вариант, Б вариант, мынау болмағаса мынаны жасаймын деген сияқты. Енді қазір оның барлығын айтатын болсаң тоже болмайды да. Бірақтан біз Азат күреске де, стойкаға да, екеуіне де Азаттың өзінің қалағандары бар, оны жасауға да дайын. Сіздің ойынша жекпе-жек стойкада бола ма, немесе партерде ме, және мерзімге бұрын біте ме, әлде решениямен бе? Мен өзім жеке пікірім, енді стойкада ел жетілер андай ғой. 70 килограммнан жоғары болса, олар бір күрессе, бір астына жатса, ұзақ жатады да. Жеңіл салмақтар 57-61 килограммдар, олар қанша жерден күрес болғанымен астында көп жата алмайсың. Тез тұрып кетеді. Сондықтан да күреседі, екеуі де күреседі. Бірақ стойкада көп болады. Енді Азаттың өзінің коронкалары бар. Егер күресте сол болевойларына ыңғайлы кеп, соған алып келетін болса, Азат, досрочно айда бітіреді деп сенемін. Күшті. Так, енді тағы да сіздердің Triumph Fight-тың тағы бір жауынгері Сүндет Айтқұл бүгін USA Warriors-та өнер көрсетеді. Оның жекпе-жегі жайлы не ойлайсыз? Сүндет, біздің залдан қазір бұрын 61 дейді, қазір 66 ауысты. Сырт жақтағы бірінші жекпе-жегі, ең алдымен, бірінші жекпе-жегі. Екіншіден Сүндет бұл жекпе-жекке қателеспесем заменамен шықты. Замена жатыр, бір ай бұрын ба, қателеспесем 25 күн бұрын ба, бойда алғанды. Сондықтан да мен содан бері мен осындамын, Дубайдамын, Сүндетті көрген жоқпын, формасы қандай екенін білмеймін. Бірақ Сүндетті қолдаймыз, қазір алға деймін. Қазір кешке жақын Азаттың тренировкасы бар. Соны өткізіп болған екен, барып көрем, бойын көреміз. Дәнес ағай қазір обедтен бастап сол жаққа кетеді, секундант болады сонда. Біз үлгермей жатсақ прямой көреміз, потому что бізде де маңызды қазір Азаттың салмағы. Әр нәрсенің өзінің жауапкершілігі бар. Ағай о жаққа да барады, мен мұнда қалам, екеуміз екі жаққа. Сүндетті қолдаймыз. Сопернигі непростой боец, өте боец. Сондықтан да менсінбеуге болмайды. Сүндетке аккуратно, өте сақ болып төбелесу керек. Өзінің энергиясын жететіндей қылып жұмсау керек. Себебі бұл бой, любой время бір удар десе, бір болевойға түссең, бой бітіп қалуы мүмкін. Сондықтан да Сүндеттен сәттілік қолдаймын. Керемет. Ал енді сіздің сол лигадағы UA Warriors-тағы бір тағы да ұсыныстар болды мекен, болашағыңыз қалай, қанша жекпе-жек контрактқа қойылған екен, сол жағын айтсаңыз. Өзіме келетін болса, қазір мен бірінші Таиландта сбор өткізіп келдім, одан Дубайға келдім. Енді менде келесі ай Бекзатқа кетемін ноябрьде. Біз басында 2-3-үне уже Бекзатқа кетеміз. Бекзат қазір Америкада, ол жақтан келеді. 20 күн алдын Катарға барамыз. Сондықтан да менде қазір залдағы балаларға көмектесіп отырмын. Өзімде бой жоқ. Бірақтан сырт жақтан жақсы жерден менде контрактыда еш жерден бой жоқ. Сырттан бой күтіп отырмын қазір. Может Warriors, может Brave.
разница жоқ, қандай лига болса да, қазір сырт жақтан бір лигада босаса егер, мендегі жылдың соңына, декабрьдің соңына өзім шығамын деп тұрмын. Соңғы жекпе-жек Warriors'та бір бойға ғана контракт берген. Қазір ол жерде мен жеңіліп қалдым. Қазір мен ұтқан соперник екінші бойында сразу менен кейін ол поясқа төбелесіп жатыр. Бүгін оны көреміз. Бүгін төбелеседі 61 килограммда. Қалай болады екен? Сол жекпе-жек жайлы айтсаңыз, жарақат болды ма сізде? Не дұрыс болмаған екен? Бізде жоқ, жарақат ешқандай, формам жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Дайындығым да жақсы болды. Просто бізде мынандай да, Warriors'қа бізге бір 2 ай, 3 ай бұрын UFC сияқты бой бермейді да, шет жақтан. Бізге жақындаған кезде, 20-25 күн қалған кезде ғана міне бой бар дейді. Сол себепті де ойлаймын мен, заменамен шығасың, әйтпесе бой жоқ мысалға. Қашанғы іште бересің, заменамен келсесің, 20-25 күн чисто білесіңдер, салмақ MMA-да көп қолайсың, сондықтан да аласың да тек қана салмақ қолайсың. Былайша айтқанда рисковать етесің, шығасың. Солай рисковать еттік қой бәріміз. Менде солай болды. Бойда не қыламаймын, мен біреудің кінәсі не деп ошибкаларым бар. Бірінші раундта удар жіберіп алдым, сондықтан 1,5 раунд өзім қолға аламай келдім да. 3-ші раундты полный алдым өзім. Екінің аяғын 3-те полный алдым, бірақтан басында 3 нокдаунға түскеннен кейін ода активность өте жоғары болды. Ол бойда мен жеңілдім. Очкомен 28-27-мен жеңілдім. Бірақтан функционалкым барлығы 3 раундқа барлығы дайындығым жетті. Егер де дәл сондай бойды бір 3 ай бұрын беретін болса, 2 ай бұрын беретін болса, осы салмаққа деп алдын ала айтатын болса, конечно, любоймен шығуға дайынбыз ғой. Просто алдын ала бізде енді осындай заменалар болып тұр да қазір. Түсінікті. Ендігі мақсатымыз бәрібірде UFC ғой, соған кіру ғой, Конечно, әлі мен жасым жас. Мен қазір 23-темін. Сондықтан да бәрі может 2-3 бой, может 4 бой. UFC-ге замена, даже мен өзім 61-ге шығам. Бірақ иногда көп бойларым 66-да өткен. Сондықтан 66-ға бір жақсы лига, егер маған 66-тан UFC ұсыныс келетін болса, мен отказ беремін да. 66-да мен шыға беремін. 61. Керемет. Енді сол жекпе-жектен тыс сізге сұрақ қойсам, өмірдегі жалпы мақсатыңыз қандай? Енді біз бала күннен спортпен келдік қой. Бала күннен спортпен кетіп жатырық 4-ші класстан бері. Білмеймін, өзімді басқа салада көрмеппін. Мақсатым кейін барлық спортшылардың арманы деп ойлаймын. Бір белгілі бір өздерінің мақсаттарына жетіп, спорттан жетістіктеріне жетіп, ешқандай ақша, ешқандай дүние таппаса да, бірақ осы өмірдегі өздерінің бір мақсаттарына жетсе екен деп ойлаймын. Сондай мақсат бәрінде бар деп ойлаймын. Ол не обязательно мен жағдайым жасап алуым керек, либо басқа нәрсе істеп алуым керек. Ода емес, сен өзің қойған мақсатыңа жетсең, болды. Спорттағы жылдық 10 жылдық өмір ғой. Бір өзінің белгілі 10 жылдықта ғана сенің атың қалады. Одан кейін жаңадан балалар келеді, жаңадан адамдар келеді, сен ұмытылып жатасың. Сондықтан да бәріміз бірдей адамбыз ғой. Спортың істейсің, өз мақсатыңа жетесің, ары қарай отбасылық өмірің сүресің ғой. Сондықтан да адам бір мақсат деп ойлаймын. Себебі спорттың өзі қысқа ғана уақытта да 30-дан кейін 30 жас, максимум 35 жаста, 35 жастан ары қарай сен жұмыс жасай алмайсың да. 20 жас, 35 жастың арасында істесең істеп қалатын өмір, ары қарай уже поздно. Толық келісем, жақсы айттыңыз. Тағы бір сұрағым болып тұр. Жеңілістен кейін негізі біздің қазақтар кішігірім қатты сөгетіні бар ғой. Хейт жазып, анау-мынау дегендей. Сіз жеңілістен кейін сондай хейттан болды ма, және қалай справиться еттіңіз дегендей? Жеңілістен кейін жоқ. Менде ешқандай мен өзім жақындарым, өзім туыстарым, өзімнің бауырларым мен әрдайым қолдайды, всегда қолдайды. Жанымда олар. Мен кім қасында екенін мен өзім білемін. Кім мен
Мен бірінші рет спортта ұтылып тұрған жоқпын. Мен профессиональный спортта бірінші рет ұтылғанымен, мен любительский спортта өте көп шыққам. ИМАФқа, ММА-ға, жекпе-жекке, грэпплингке өте көп шыққан. Чемпионат мира, Европа, ол жақтардан да ұтылып келгем. Азияға шыққам, ол жақта ұтылып келгем, ұтқам. Сондықтан да ұтыл мен ұтылудың тепе-тең деген өте жақсы білем. Былайша айтқанда, любительский багаждың арқасында қазір профта маған ондай қатты қиын емес ондай нәрсе. Адамдарға, халыққа, жалпы адамдарға сенің қалай не істеп жатқаның, қалай қиналып жатқаның, қазір Азаттың қалай салмақ қалып жатқаны ол маңызды емес қой. Барлығы отта результат, жеңілдің. Сондықтан да мен жеңілдім болды. Ондай қатты ештеңе жоқ. Дальше жұмыс жасау керек все. Ол артыңа қарай берсең, әркім сөзін тыңдай берсең өспейсің ғой. Керемет. Осымен сұхбат бітті. Соңғы Сол Идея арнасына және қазақ халқына айтатын сөзіңіз болса, сөз мәресі сізге. Құрметті қазақ елі, Азаттың жекпе-жегіне бәріңіз қолдаңыздар. Барлық не тек қана Азаттық емес, барлық жекпе-жекті қолдап, жанкүйер болыңыздар. Келесі айда Бекзаттың жекпе-жегі. Сондықтан да сіздерді осы жекпе-жекті көруге шақырамын. Және де Сол Идея арнасына тіркеліп, бізге лайк басып, коммент айтыңыздар. Рахмет көп. Сөйлескеніме өте қуаныштымын, танысқаныма өте қуаныштымын. Сәттілік тілеймін. Аман болыңыздар. Жақсы, рахмет көп.